Саламатсыздар ма қыздар, аналар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздермен бүгін өзім постоянно жасап жүрген масканың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін кішкене ыдысымызға сүтімізді құйып, бір чай қасық сүтімізді құйып аламыз. Соның үстіне чай қасықтың ұшымен содамызды салып, 2 минуттай езіп әбден араластырып аламыз. Сосын полный бетке, маңдайымызға жағып шығамыз. 2 көзге тигізуге болмайды. Жағып алғаннан кейін бір 10-15 минут ұстаймыз бетте. Масканы жаққаннан кейін уже қатып бастайды, полный қатып бастайды. Сол кезде уже 15 минуттан кейін жылы сумен жуамыз. Масканы жасап жатқан кезде күлмеңіздер. 15 минут бетте ұстаймыз, содан кейін жылы сумен жуып аламыз. Осы масканы мен өзім постоянно жасаймын. Қазір мына видеода жасап, бетіме жасап көрсетейін десем, олай жүзімді көрсетуіме күйеуім қарсы, жолдасым қарсы. Сол себепті өздеріңіз міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге пайдалы болады деген ниеттемін. Егер де пайдасы тиіп жатса, осы видеоның астына комментарийге бөлісе кетіңіз. Бұл маска беттегі жаман заттарды алады, яғни бетті тазартады, ағартады, жұмсақ, әдемі қылып шығарады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Әрқашанда гүлдей жайнап жүре беріңіздер. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз.